Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі біздің тақырып Исатай мен Махамбет батырларымыздың орыстың қысымына қарсы көтерілісі жайлы болмақ. Онда бастайық. Бұрынғы кеңшілікті орнатамын, жәңгірді түсіремін деп Исатай батыр шыққан. Елінің бәрі тегісімен Исатайға еріп кеткен еді. Көтерілген елдің қаһары сонша қатты болғаны, ел ішінде Сардария, Бөтен ретте тұрған ханның жақындары, төрелер де Исатайға еріп кеткен еді. Елі тегісіне меңгеріп алған соң Исатай жас құстағы ханның ортасын қамаған. Ханның қасында орыстың әскері, төлеңгірттері, бір бөлек билері қалған. Ханның қолындағы әскер орданы қорған қылып қорғаған. Орданы қамаған көпті көріп, жәңгір шошып кетті. Қашам десе қасындағы билері қашырмайды. Сырым батырдан қашамын деп атаң Нұралы да ұсталып кеткен. Сен де солай боларсың. Қазақтың әдетінде жаудан қашқан кісі хан бола алмайды, депті билер. Сөйлесіп бітеміз деп ханның билері Исатаймен рулас Бекмахамбет би, Өтемісұлын һәм Балқы би дегенді Исатайға салады. Бұлардың жұмысы олай деп, былай деп алдап хүкіметтен жәрдем әскер келгенше уақыт созу болады. Исатайдың қасындағы бір төре Аштархан һәм Орал губернаторына жасырын хабар жіберіп жәрдем сұраған екен. Бұны жәңгір біледі екен. Жәңгірдің нөкерлері Бекмахамбет бидің інісі Махамбет Өтемісұлы бірден Исатайға қосылады да орданы тездетіп шабу керек. Ең алдымен Бекмахамбет би мен Балқы биді жою керек. Бұлар алдап жүр деп зарлайды. Жиылған көп бітімді мақұлдайды. Осылай болып тұрғанда орыстың көп әскері келіп қалады. Орданы босатады. Бірнеше соғыс болады. Үлкен соғыс Бекентай құмы деген жерде болады. Әрине Зембірек пен Мылтық найза мен садақты жеңеді. Қазақ көп қырылады. Осы соғыстарда қайрат көрсетіп Махамбет батыр атаққа ілінеді. Исатайға қосшылыққа сайланады. Исатайдың әскері артқа шегініп алдынан шыққан Орал казак орыстарын жеңіп жайықтың күншығыс бетіне шығады. Осы күнгі Орал облысында бірнеше уақыт жүріп мекендейді. Одан кейін орыс әскерін жіберуге қауіптеніп, патша үкіметі сол күнгі сұлтан-правитель Баймағамбет Айшуағұлына қазақтан әскер жинап, Исатай Махамбетті жоюға бұйырады. Баймағамбет ханның әскері жиылып келсе де Исатаймен соғыспай қайтып кетеді. Ақсақалдардың айтуынша Исатайға қарсы әскерді қайтарған Беріш Қуан жырау дейді. Бастықтардың жиылысында Исатайдың ісін дұрыстап Қуан жырау өлең айтыпты. Сонан соң Исатаймен соғыспаймыз деп қол қайтып кеткен дейді. Қуан жыраудың сөзі бұл күнде жойылған. Қолының көбін таратып, іріктеп алған әскерімен Исатай Махамбет Әлім мен Адайға келеді. Ол күнде Адай мен Әлім жау екен. Адай Түрікменмен де жау екен. Әуелі Адай мен Әлімді бітіреді. Сонан соң Адай мен Түрікменді бітіреді. Адай Әлім Түрікмен бірігіп орыс үкіметімен, оны сүйген хандарымен жалғасатын болады. Исатай Хиуа ханынан көмек сұрайды. Хиуа ханы 20 мың әскер бермекші болады. Ісі оңға айналған соң жайықтағы елді даярлау үшін Исатай Оралға келеді. Елді аралап жүргенде темір үйесіндегі Қиғыл деген судың жағасында орыстың әскеріне тап болады. Соғыс болады. Осы соғыста Исатай өледі. Өзі өлген соң Исатайдың ісі бұзылады. Біріктірген елдері бытырай бастайды. Бұлардың бастарын қайта қосамын деп Махамбет қанша әуре болса да біріктіре алмайды. Хиуа да беремін деген жәрдемін бермейді. Ісін аяқтаймын деп Махамбет бірнеше жыл әуре болып жүреді. Ақырында Байұлының адамдары басы Байнақ деген кісі болып Махамбетті зорлап Баймағамбетке, Байеке ханға алып барады. Баймағамбеттен орысқа ұстап бермейтін уәдесін алып, ел ішінде жайына жүре беруге рұқсат алып береді. Билердің сөзін қабылдаған соң Баймағамбет батырды үйіне шақырады, танысады. Батыр үйге қару-жарақтарын тастамай кіреді. Баймағамбет батырдан бір-екі ауыз өлең айтыңыз деп өтініш қылады. Махамбет, менің сөзім сізге жағымсыз тиер деп айта қоймайды. Баймағамбет қайта-қайта өтініш қылады. Сонда Махамбет Исатайды жоқтап белгілі өлеңін айтады. Біздің басып отырғанымыз осы өлең. Махамбеттің сөзіне ханның қасындағы жас төрлер қызайын денекен. Сөйтіп Баймағамбет, бұлай айтпаса Махамбет батыр болама. Батырымсың сөзін көтермесе мен хан болам ба деп тоқтатыпты. Бірақ кейін ықылас Махамбеттің үйіне қонақ болып отырып, батырдың өз қылышымен оның басын кесіп алады. Жұрт арасында ықылас Баймағамбеттің тапсырмасымен Махамбетті өлтірді деген әңгіме таралған. Алайда Баймағамбет, мен сені өлтір деп жіберген жоқ едім. Батырды тірідей ұстап әкел деп едім, басын алып кет деп ықыласқа айтқан көрінеді. Не де болса 1830 жылы басталған ұлт азаттық көтеріліс 1846 жылы Махамбеттің қазасымен аяқталды. Енді бұл көтеріліс неге басталып, неге аяқталған, мақсаты не болғанын біліп жүретін болдыңыздар.
лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийге егер Исатай қайтыс болмағанда не болар еді? Қазақтар бақытты өмір сүрер ме еді? Осы туралы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздің ойыңыз бізге өте қызықты.